DaVinci Resolve тек бояуға ғана арналған бағдарлама емес. Онымен монтажда, арнайы эффекттерде, motion дизайнда, дыбыс өңдеуді де жасауға болады. Қысқасы, ол 5 аспап нәрсе. Мына фильмдер осы бағдарламада жиналып өңделген. Ал енді маңызды сұрақ. DaVinci Resolve'те жұмыс жасау оңай ма? Менің жауабым иә. Сәлем, менің атым Ермек. Бұл бейнеде бағдарламаны орнатуды, оны баптауды және монтаж жасаудың негізгі аспаптарын көрсетемін. Бірден айтайын, бейне ұзақ, сондықтан жұмысқа кіріспес бұрын бейнені паузаға қойып, шай мен тәтті дәмділерді дайындап алып жұмысқа бірақ кірісейік. Жұмысқа кіріспес бұрын компьютердің мына талаптарға сай екеніне көз жеткізіп алған абзал. Егер бұған сай болмаса, бағдарлама жұмыс жасамай қояды деген сөз емес. Тек жұмыс барысында аздаған ыңғайсыздықтар туы мүмкін. Ал, дайынбыз ба? Онда не тұрыс? Кеттік. Алдымен blackmagicdesign.com сайтына кіріп, бағдарламаны тауып алайық. Байқағаныңыздай, жүктеуге 2 нұсқа беріліп тұр. Біз тегін нұсқасын таңдаймыз. Бұл екеуінің айырмасы алдағы жұмысымызға елеулі кедергі жасамайды. Жүктеліп болған соң орнатуға кірісеміз. Орнату басқа бағдарламалар секілді әсте қарапайым. Бағдарлама өзі ұсынған нұсқаларды қабылдап, келесі батырмасын баса беріңіз. Барлығы орнатылып болған соң компьютерді қайта қосу керек. Енді біз бағдарламаның белгішесін бассақ, бізге мынандай панель ашылады. Бұл жерде біз бағдарламаның бізге керек баптауларына келтіреміз. Көріп тұрғаныңыздай, бағдарламаның интерфейсі аса күрделі емес. Бірақ басты назарды мына төмендегі белгішелерге аударған абзал. Медиа. Бұл бағдарламаның медиа файлдармен, яғни материалмен жұмыс жасауға арналған интерфейсі. Сол жақ жоғарғы терезеде біздің компьютердегі барлық файлдар көрсетілген. Сол арқылы біз керек қалтаны, файлдарды көре аламыз. Төменгі жақта біздің жобаның қалталары. Ең алдымен сол жақтағы бағанаға тышқанның оң жағын басып, New Bin командасын таңдаймыз. Бұл біздің жобадағы материалдарды реттеуге керек қалта. Атауын айталық бейне деп қоялық. Сол жақ жоғарыдан осыған қарай керек файлдарды әншейін тартып алып, кіргізуге болады. Бағдарлама бізден жоба форматын материал форматына сай етуді ұсынып тұр. Біз жоқ дегенді таңдаймыз. Маңызды ақпарат, медиа интерфейсі компьютеріңіздегі барлық файлдарды емес, тек импорт жасауға лайықты файлдарды көреді. Сондықтан, егер сіздің материалды көрмей тұрса, онда оны керекті форматқа аударып алған абзал. Осылай барлық файлдарды импорт жасап, жұмыстың ыңғайлы болу үшін биндерге реттеп салып қойған абзал. Келесі интерфейс Cut. Бұл тез әрі қарапайым монтаж жасауға арналған қалта. Бұны көбіне жаңалықтарға арналған репортаж секілді қарапайым әрі асығыс нәрселерге қолдану қолайлы. Бірақ функционал жағынан өте шектеулі болғандықтан, біз бұл интерфейсті қолданбаймыз. Ол жайлы бөлек видео шығарамын. Edit. Енді біз Edit интерфейсіндеміз. Бұл біздің жұмысымыздың негізгі бөлігі өтетін кеңістік. Сондықтан бұнымен жақынырақ танысайық. Интерфейс негізгі 3 кеңістікке бөлінген. Сол жақ панельде Media Pool. Біздің материалдар мен биндер орналасқан терезе. Effects. Эффекттер. Ауысулар мен генераторлар орналасқан терезе. Edit Index. Таймлайндағы өңдеулердің кестесі. Sound Library.
дыбыстардың кітапханасы. Жоғарғы жақта екі плеер орналасқан. Біріншісі түпнұсқалы материалды көруге арналған плеер. Одан бөлек плеердің сол жақ төмендегі мына пернені басып, басқа да функцияларын алып шығуға болады. Мысалы, жиі қолданылатын мультикам. Одан бөлек материалдың аудио жолағын, егер ескертпелер бар болса, annotation, немесе плеерді мүлде офлайн қылуға болады. Оң жақ жоғарыдағы мына белгіні басып, бұл плеерді мүлде жасырып қойуға болады. Керек кезде қайтадан алып шығуға болады. Келесі плеер таймлайнның плеері. Бұнымен жақынырақ таныспас бұрын жаңа таймлайн жасап алайық. Ол үшін Media Pool'ға барып, тышқанның оң жағын басып, Timelines, Create New Timeline. Бұл жерде сіз жұмыс жасап жатқан тізбекте не болып жатқанын көруге болады. Кейде мұны мастер деп те атайды. Жоғарғы жағындағы таймлайнның атауын басып, басқа да таймлайндарды белсендіруге болады. Сол жақ жоғарыда плеердің масштабы мен кіріс пен шығыс, немесе олар белсенді болмаса, таймлайнның хронометражын көрсетеді. Оң жақ жоғарғы жағында таймкод, яғни таймлайндағы қазіргі орныңыз. Плеердің сол жақ төменгі жағындағы белгішені басып, плеерді көрсетуге болатын әртүрлі ақпаратты белсендіруге болады. Одан бөлек назар аударатын панель, миксер, метадата, инспектор. Олар оң жақ жоғарғы шетте орналасқан. Атауларында жазылғандай, миксер таймлайнның дыбысын реттейтін панель. Метадата таңдалған клиптің ақпаратын көрсетеді. Инспектор таймлайнда таңдалған клипке жасалған әрекеттерді, сонымен қатар сол клипке салынған фильтрлерді басқаруға арналған панель. Ендігі кеңістік таймлайн. Ол барлық төменгі жақта алып отыр. Егер біз осы панельдің сол жақ жоғарғы жағындағы мына пернені бассақ, біз таймлайнның көрсету бапталарын ашамыз. Мұнда белсенді таймлайндарды, субтитр жолағын, аудио толқындарды көрсетіп жасыра аламыз. Видеоклиптердің белгішелерін, одан кейін аудио толқындардың көрсетілуін, аудио және видео тректердің биіктігін теңшеуге болады. Таймлайнның өзі екі кеңістікке бөлінген: видео және аудио. Әр тректің басқарылатын панелі сол жағында орналасқан. Одан бөлек біз осы сол жаққа тышқанды алып келіп, тышқанның оң пернесін басып, тректерді қосып ала аламыз. Тректердің түсін қойып, басқа да баптауларын келтіре аламыз. Және де ең төменгі оң жақтағы мына екі таңбашаға назар аударайық. Үйшік суреті бар таңбаша біздің жобаларымыздың және сол жобалар жатқан базамыздың панелін алып шығады. Осы арқылы бізге керек жобаға өте аламыз. Бірақ бұл жағдайда белсенді жоба жабылады. Тісті доңғалақ таңбашасы бар перне белсенді жобаның баптаулары. Әзірге біздің жұмысымызға керек ақпарат осы. Басқа кеңістіктермен және де командалармен жұмыс барысында таныстырамын. Айта кететін жайт, материалдарды импорт жасау үшін медиаға өтудің қажеті жоқ. Оны эдитте де істей беруге болады. Бар болғаны керек бинде тышқанның оң жағын басып, импорт медиа деп, немесе Ctrl-I-ді басуға болады. Бірақ егер сіз суреттер тізбегімен жұмыс жасасаңыз, онда медиа интерфейске өтіп, сол жердегі браузердің жоғарғы оң жақ бұрышындағы үш нүктені басып, Frame Display Mode менюіндегі керек команданы таңдауға болады. Сол арқылы анимацияны немесе таймлапсты бір бейне файл ретінде, ал егер ол реттік нөмірі қатар жүретін суреттер болса, оларды жеке көрсетіп импорт жасауға болады. Егер біз бұл функцияны белсендіріп, кейін эдитте суреттер тізбегін қалаған мөлшерде таңдасақ, DaVinci оны сол диапазондағы бейне ретінде импорт жасайды.
Кадр жиілігі біздің жобамыздың қойылған жиілігіне сай болады. Егер оны ауыстырғымыз келсе, клипті таңдап тышқанның оң жағын басып, Clip Attributes басып, клиптің қасиеттерінің ішінде қалаған жиілікке ауыстыра аламыз. Жаңа таймлайн жасау үшін биннің бос жерін тышқанның оң пернесімен басып, Timelines, Create New Timeline немесе Ctrl-N басып жасауға болады. Осы кезде бізге жаңа таймлайнды жасауға арналған панель шығады. Мұнда бастапқы таймкодты әдетте 1 сағаттан басталады. Таймлайн атауы, бастапқы тректер саны мен аудио форматы, бос таймлайн немесе кіріс шығыспен шектелген, және де маңызды кезең таймлайн баптауларын жоба баптауларына сай қалдыру керек пе, әлде өзіміз қалаған баптауларды қою керек пе екендігін белгілейтін құсбелгі. Use Project Settings. Егер ол құсбелгіні алып тастасақ, бізге тағы да 3 баптау бөлімшелері ашылады. Формат бөлімінде өлшемдерін, пиксель арақатынастарын, кадр жиілігін, егер материалдарыңыз не жобаңыз интерлейспен түсірілген болса, интерлейсті орнату мүмкіндігін қосу, және файлдар мен клиптер таймлайн өлшемдеріне сай келмесе, қандай амалмен таймлайнға қою керектігін белгілеу. Өлшемдерін өзгертпей ортасына қою, фрейм жиегіне дейін қиып тастап, өлшемін келтіру. Өлшемін фрейм жиегіне дейін келтіру. Барлық жиекке дейін созу. Келесі бөлім сізде шығару картасы мен сыртқы бақылау мониторы болған жағдайда жасалатын баптаулар. Форматы мен жиілігі, SDI байланысының түрі, ақпаратты енгізу түрлері, бейненің түстік тереңдігі, монитордағы бейненің пиксельдік үлкейту амалдары. Одан кейін шығыс материалдың форматын келтіру. Егер таймлайн баптауларынан өзгеше формат керек болса, құсбелгіні алып тастау керек те, келесі форматқа қойып алу керек. Бірақ әзірге бұл жерде құсбелгіні қалдырамыз. Міне біз жаңа таймлайн жасап алдық. Енді біз материалымызды таймлайнға бірнеше түрлі амалдармен тастай аламыз. Біріншіден клипті тышқанмен ұстап, әншейін таймлайнға тастай салсақ болады. Екіншіден клипті ұстап, таймлайн плееріне апарып, плеердің оң жағына шыққан таймлайнға тастау түрлерінің бірін таңдай аламыз. Бар болғаны сәйкес белгішеге клипті апарып жіберу керек. Осылардың әрқайсысы қалай істейтінін көру үшін алдымен таймлайнға бір клип тастап қойып, скролл деп аталатын мына қызыл сызықты клиптің орта жағына қоямыз. Енді биннен басқа, немесе тура сол да болады, клипті таңдап, таймлайн плееріне апарамыз. Бірінші амал insert, ол таңдалған клипті таймлайнға скролл тұрған жерге басқа клиптерді сырғыта отырып енгізеді. Қысқа қайырғанда қыстырады. Ctrl-Z деп әрекетті басқа амалмен қайталап көрейік. Келесі амал overwrite. Ол таңдалған клипті таймлайнда тұрған клиптердің үстін басып қояды. Қысқаша орын басу. Келесі амал replace. Ол таңдалған клипті таймлайндағы скроллдан бастап сол жердегі клиптің аяғына дейін ауыстырады. Одан кейінгі амал fit to fill. Таңдалған клипті таймлайнда тұрған клиптің ұзындығына дейін созып отырып ауыстырады. Одан кейінгі амал place on top. Таңдалған клипті таймлайнның ең жоғарғы жағына тастайды. Енді біз таймлайнға назар аударсақ, біз таймлайнда жаңа тректердің пайда болғанын байқаймыз. Place on top амалы біздің таймлайнда жаңа бір видео, бір аудио жолақ жасап берді. Енді келесі амалдарды қарастырмас бұрын таймлайнның сол жағына назар аударайық. Егер біз биндегі клипті 2 рет басып, түпнұсқалы плеерге шығарсақ, мына жерде қызыл тік төртбұрыштармен көмкерілген V1 және A1 таңбалар пайда болады. Бұл таңдалған материалдардың таймлайндағы қай жолақтарға, яғни қай тректерге түсу керектігін көрсетеді.
Енді біз осының біреуін немесе екеуін жаңадан жасалған тректерге апарайық, немесе жай керек тректің таңбасын түртейік. Осыдан кейін алдыңғы амалдарды қайталап көрейік. Байқағанымыздай, клип таймлайнға басқаша түседі. Орнына қайтарайық та, ары қарай амалдармен танысайық. Келесі амал append at end. Таңдалған клипті таймлайнның ең соңына апарып қояды. Және де соңғы амал ripple override. Таңдалған клип таймлайндағы клипті толығымен орын басып, таймлайнды өзінің ұзындығына дейін сырғытады. Енді кіріс-шығыс амалымен танысайық. И мен О пернелерін басып, клипке немесе таймлайнға кіріс пен шығыс орнатуға болады. Бұлар клиптер мен таймлайнда орындалатын амалдар шегін көрсетеді. Бенде клип таңдайық. Егер бізге клипті толығымен емес, тек бір кесегін ғана алу керек болса, керек жеріне И басып, кірісті орнатамыз да О басып, шығысты қоямыз. Енді клипті таймлайнға тастау операцияларының бірін орындап көрелік. Байқағанымыздай, клип біздің кіріс-шығыс қойған аралықты ғана тастады. Енді кіріс пен шығысты таймлайнға қояйық та бір клипті тастайық. Бұл жолы кейбір тастау амалдары алдыңғыдан сәл өзгеше жұмыс жасап тұр. Мысалы, ripple override енді таймлайндағы клипті емес, тек кіріс-шығыс аралығын алмастырып, түпнұсқалы клип ұзындығымен толтырады. Бұл амалдарды пернетақтадағы командалармен де орындауға болады. Мысалы, F9 insert, F1 override және тағы басқа. Барлық пернелі командалардың орналасуын сол жақ жоғарыдағы мына контекстті менюден табуға болады. Енді таймлайндағы негізгі құралдармен танысайық. Таймлайнның жоғарғы жағында 5 бөлікке бөлінген құралдар тақтасы орналасқан. Біріншісі тышқанмен таймлайнда орындалатын операциялар. Таңдау, 2 ысыру, кесу. Одан кейін біз танысып қойған таймлайнға тастау амалдары. Келесі таймлайндағы клиптерді бекіту, кесінділерге жапсыру, клиптерді байланыстырып қозғалту, тректерді бұғаттау. Одан кейінгі тұрған жалаушалар мен маркерлер. Соңғысы таймлайнды алыстатып жақындататын навигациялық амалдар. Енді бұлармен жақынырақ танысайық. Курсор суреті тұрған құрал таңдау. Ол арқылы тышқанның сол жағын нұқып немесе тартып отырып, мынандай төртбұрышпен таймлайндағы клиптерді таңдауға болады. Ыстық пернесі А. Ысыру құралмен клиптерді, кесінділерді өңдеуге болады. Динамикалық ысыру JKL арқылы кесінділерді ойнатып отырып өңдеуге арналған. Егер оны тышқанның оң пернесін бассақ, слип пен слайд арасында таңдауға болады. Ыстық пернелері T және W. Одан кейін ұстараның суреті бар құралмен таймлайндағы клиптерді кесуге болады.
ыстық пернесі B. Одан бөлек таймлайндағы клиптерді Ctrl-B басу арқылы да кесуге болады. Магниттің суреті бар перне клиптерді қозғалтқан кезде кесілген жерлерге автоматты түрде жапсырып отырады. Шынжыр суреті бар перне байланысқан клиптерді бірден таңдауды белсендіреді. Құлыптың суреті бар перне тректерді өзгерту мүмкіндігін шектейді. Егер көп тректің біреуін не бірнешеуін ғана өңдеу керек болса, онда оны белсендіріп, таймлайнның сол жағындағы құлыпты басып, керекті тректі босатуға болады. Соңғы навигациялық бөлімдегі мына сызғыштың суреті бар перне таймлайндағы барлық элементтерді көрсете алады. Келесісі мейлінше жақындатады. Одан кейінгісі сіз қойған үлкендікке келтіреді. Келесі шкалада минус пен плюсті басып отырып, үлкейтіп, кішірейтуге болады. Перне тақтадағы командасы Ctrl плюс пен Ctrl минус. Бұл бейне саған пайдалы болды деп үміттенемін. Егер ұнаса лайк бас, ұнамаса дизлайк баста, астына пікір қалдыр. Және егер арнаға жазылмаған болсаң, жазылуды ұмытпа. Назарыңа үлкен рахмет. Келесі бейнелерде көріскенше.